Сәлем ханымдарым, мен Жансая. Сіздермен бүгін үй жағдайында вареный сгущенка жасауды көрсетемін. Арнама тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Вареный сгущенка отбасыңызда барлығы сүйсініп жеп қоятын ең тәттінің бірі. Ол өте әдемі, сондай қою. Ал енді бізге оны жасау үшін 1 литр сүт, 200 грамм қант, 1 қасық май және кіші қасықпен сода қажет болады. Үлкен ыдысқа немесе қазанға сүтімізді құйып, артынша шекерімізді, қантымызды 200 грамм салып, қантымыз ерігенше осылай қозғаймыз. Осылай сүтіміз пісіп, аппақ көпіршіктеніп, сүтіміз 2 есеге үлкейіп жатқан кезінде 1 ас қасық майымызды саламыз. Майды салып, тағы да қозғаймыз. Осы кезінде оттың астын жоғары көтеріп, ең жоғары градусқа көтеріп қозғаймыз. Осылай қозғап сапырудың бес-жеті минуттай қозғап қайнатамыз. Осылай үлкен болып қайнаған кезінде кіші қасықпен соданы саламыз дағыны. Оттың астын төмендетіп, қатты қозғаймыз. Үздіксіз қозғаймыз, өйткені масса 2 есеге үлкейеді. Осылай содадан кейін 10 минут тағы да қайнатамыз. Осылай түсі кіріп, оны сапырып, қозғап тұрамыз. Өте керемет болды. Жасап көріңіздер. Түсі де, дәмі де өте керемет. Балаларым бір отырғаннан жеп қояды. Отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Осылай дайын болды. Бар жоғы 2 ғана затпен дайын болатын үй жағдайында вареный сгущенка. Ситадан өткізеді, сүзгіштен өткізеді. Мен ешқандай сүзгіштен өткізген жоқпын, өйткені үздіксіз қозғап тұрдым. 1 литр сүттен 400 грамм вареный сгущенка дайын болады. Осы банкаға құйып, крышкасын жауып, холодильникке 3 сағатқа қойып қоямыз. Жасап көріңіздер. Өте керемет болады. Вареный сгущенка.